Бүгін бізде 21 март. Бірақ мен сонда влогқа осыны қосып қойдым. Негізінде бұл күн вообще не в тему, өйткені мен қазір еще бізде сағат түнгі 2-ден 45 кетті. Просто мен өстіп әдемі болып киініп алғанмын және әдемі болып боянып алғанмын. Вот, сол сәтте түсірейін деп шештім және де күшті нәрсе көрсетемін. Әдемі осындай букет. Өте әдемі, өте шынымен өте әдемі шыққан. Короче, қазір маған уже ұйықтау керек. Ал мен өзім ғашық болып тұрмын десеңе. Вот, еще менің қазғаным тұр. Жаңа қыздармен көшеге шыққанбыз ғой. И вот мынау қалған. Кажется, соны хочу есть. Сіздің үйдегілер негізі ұйықтап жатыр, анашалды. Короче, достар. Мен қазір уже ұйықтауым керек. Сол үшін телефон қуып жатыр менің. Өшіп қалып бірдеңе болып. И вот, білмеймін канал видео қалай түсіріліп жатыр вообще. И я хочу мынау видеоны комфортно түсірсеңе. Мен осы видеоның мындай комфортный влогтар, комфортный видеолар болады ғой. Сондай болғанын қалаймын. Және де өте қызықты, іш пыспайтындай, менің жақсы көретін влогтарымның біріне айналғанын қалаймын. Сол себептен де видеоны ары қарай тамашалаңыздар. Маған осы блузка өте қатты ұнайды, білмеймін ше. Вообще, мынау шалбар вообще темадан қараңыз, вообще зор ғана тебя найти. И менің шашым аймаяғы, короче, потом етіп жинап тастай салдым. Все, perfect. Вообще тема. Короче, менде мынандай картер бар, но қолға тақса андай болып қалады. Түсіп кете береді, короче. Бүйтіп қатып шеліп кетеді. И вот, сол үшін мен мұны таға алмаймын. Қазір мен немді киіп алуым керек. Уже ұйықтауға дайындалып, бетімді жуып, короче, солай болу керек. Және де мен воскресенье күні ертең жинауымыз мүмкін, бірақ мен ондай ештеңені түсіргім келіп тұрған жоқ. Сол себептен де ештеңені түсірмеймін ертеңгі күні. Мен, короче, бірден понедельниктен бастап кетемін, болмаса воскресенье күні сабақ істеп жатқанын түсіремін. Вот, сол себептен де түсінбей қалмаңыздар, әрине мен жерге түсіндіріп жазып беремін барлық жеріне. Біз өткенде қырға барғанбыз. Ода негізінде менде влог болған түсіргенмін, бірақ ол жерде особо күшті нәрселер түсірмегенмін. Сол үшін ол влогты салмайтын болдым. И және де сол себептен осындай бір қызықты, бір керемет влог түсіргім келді. Бір қыздарын көрдім мен, влогын көрдім, андай өте қызықты түсірген. Вот. Сенің сұлу жанарыңнан. Сәлем десеңе тағы да. Бүгін, короче, воскресенье, бірақ мен өзім түрімді көрсеткім келіп тұрған жоқ. Бүгін мен сағат 11:30-да тұрдым. Және де андай көзім ісіп, короче, әпіржіп жатырмын. Менде мынандай кітап бар, кітаптарын көрсетейін деген болады. Осындай 5 четвертинок апельсина деген кітап. Негізі өте қызықты болып басталған, бірақ мен бұл кітапты оқып жатып комикстер оқып бастаған болатынмын. Сөйтіп маған телефоннан оқып бастаған ғой. Сөйтіп маған комикстер қызық болып кетті, и бір комикс оқығанмын.
Енді қайтадан осы кітапты оқып бастауым керек. Және де экзаменге де дайындалуым керек. Короче, осы 2 айда менде уақытымды бос өткізбеу керек болып тұр. Біз 9-шы сыныпта аяқтайтын кезде экзамен болады ғой бізге. Соған дайындалуым қажет. Және де менде осындай бір кітап бар. Қарайдар мен қызыл гүл деген. Үйдегі тұрған бір кітап. Білмеймін, қандай жырлар ма, сондай бірдеңелер жазылған. Бірақ оқып көргенмін, онша ұнаған жоқ. Мынандай 1001 ночь дегеннің 5-ші томы бар. Бірден 5-ші томын алам ғой, сөйтіп маған түсініксіз болып қалды. Вот осындай аманат кітабы бар. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері жазылған. Осындай түйсігіңмен ойла кітабы бар. Өте күшті кітап, психологиялық тұрғыдан алғанда десеңе. И вот маған өте қатты ұнады осы кітап. Прям ұнады. Апсимның берген кітабы ғой. Және де осындай Луиза Хейдің «Сердечная мысль» деген кітабы бар. Оны мен әлі толық оқыған жоқпын. Басын оқып қоя салған болатын. Осындай кітаптарым бар менің. Оқу керек енді оларды. Бірақ қазір менің қолым босамай жатыр. Еще мен мынау гүлді жасауға осы бір аптамда осыған кетірдім. Құр босқа дейсің. Вот солай. Және де мынандай бірдеңе бар. Бұның ішінде негізі айна болған. Сөйтіп бұл сынып қалды бізде айнасы. И потом айнасы алып қойдық та, мынаусы қалды бізде. Сосын мынандай блокнотым бар менің кішкентай ғана. Мінекей. Және де мынандай маркер бар. Мына жерде тұрған көп түсті маркерлер. Және де мынандай да маркер бар. Стикерлер, короче, өте көп осындай бір заттар бар. Бәрін қазір туралап жатқан ой жинаймыз деп. Және де мына жерде мындайлар, және де бір қыздың винтоудың заказы бар менде. Соны да беру керек. Вот. И мен мындай ловиздар шығарбаған ғой. Өте күшті, әдемі шыққан ғой. Қараңыздар. Өте әдемі фотоларым ғой еще. Но мен подружкам екеуміз. Дружба это одна душа, живущая в 2 телах деген, короче. Сонысында осы кездері көп фотоға түсетін, қазір фотоға емес, видеоға түсетін болып кеттім. Осы жерде менің бесцветный чехолым тұр. Осының ішіне типа бет салып тұрған ғой. Және де мына жерде менде лавез, кәдімгі шын лавездар бар. Ой, стикер екен. Вот. Және де осындай анау гүл істеуге не алғанмын. Мындай стикерлер подружкамнан алғанмын. Вот, короче, мынандайым бар еді менің. Короче, бұзылып кетті да. Сыныптағы балдар әрқайсысы алып почтын шығарды, короче. Менің андай косметика тұратын полкам, короче, шашылып кетіпті. Қазір соны барлығын жинайын деп жатырмын. Мынандай болып шашылып кеткен ғой, даже резинкаларды дұрыстау. Бізде жаңа күн күркіреп, енді жаңбыр жауып жатыр. Аспан осындай қап-қара болып басып, короче, жатыр. И мен аяқта заттарымды жинап жатырмын. Мындай глинамды бар екенін көріп қалдым. И осыны бүгін жағайын деп ойлап жатырмын. Срогы осы жылдың 9-шы айында өтеді екен. Бізде күн қатты күркіреп жатыр. Жаңбыр мындай болып жауып кетті бізде. И мына жерде жаңа терезе ашық тұрған ғой. Мына жерде, короче, қалып кетті. Мындай нетіп кетті, короче. Дала андай болып жатыр. Шаң, еще жаңбыр жауып, мынандай погода болып жатыр, короче. Ема, шаң көтеріп жатыр, мына жақта прям шаңның иісі келіп жатыр, жаңа жақта.
бізде сағат 21:32 кетті. Бізде жаңа жаңбыр жауып тоқтап қалды. Және де мен спонжиктарды, және кушонның, пудраның мындай нелерін, спонжиктарын жуып қойдым. Және де кисточкаларды жудым. Және менің қас тарайтыным, оны да жуып қойдым. Барлығын жудым, короче. И және де мынау менің гүлім деп көрсете берсең. Мен сабақ жасайын деп жатырмын. Вот. Бізде ертең ағылшын, физика, алгебра, биология, Қазақстан тарихы және де география және көркем еңбек сабақтары болады. Жер прям күшті болып көрініп тұр, көзіме әдемі болып тұр ғой. Цвет өшіріп, вспышкамен жасайын, түсірейін десем, просто менде 10% қалды. Вот, сол себептен де мен түсіре алмаймын ары қарай видео. Мен кеше шашымды жуған жоқпын, шомылған да жоқпын, короче, бүйтіп төбе жағын қазір жуа салдым басымның. Вообще үлгермедім кеше ештеңе еші. Бірақ сабақ оқыдым. Өсіп келдім, ол сағат 7 болды. Және де бізде бүгін ауа райы бұлтты болып тұр. Солай. Далан әлі салқын болуы мүмкін. Не киетінімді әзірше білмеймін. Және де ана жерде қазір мен боянып аламын, сосын киінетін боламын. Бірінші мынандай капринмен қасымды тарайтын боламын. Жердегі темный бір оттенокпен қасымды бояп көремін. Мен бірінші рет осы теңмен боянып жатырмын. Короче, қасымды болдым, бұл жолы өтірік жасай салдым. Не екенін білмеймін. Және де енді ары қарай макияжымызға кірісетін боламыз. Короче, экстралқым екі түрлі болып мені нормально деп отыр. Осындай тушпен көздерімізді, кірпіктерімізді боямыз. Бұндай помадамен біз румяна жасайтын боламыз. Ерінді қазір боямаймын. Так, мен неке. Біз бүгін осындай қара шалбар киеміз. Мынадай көк кең рубашка киетін боламыз. Мынадай жилетканы киетін боламыз. Осы жилетка өзіме мындай ернімізді боямыз. Мындай тинтпен боямын, қызыл түсті. Мен алдыңғы влогтарынан көргенім ерінді прям қып-қызыл қып бояғым ғой. Сол кезде макияж вообще болды ужас. Бүгін біздің сынып жетекшіміздің сабағы болады. Вроде бүгін ұрсады біздің апайша. Зор нәрсе болды да бізде. Қап-қызыл қып қойбағыз.
Вот. Качелка мультицима. Я всегда кешігем бар ойшы. Хотя бүгін кешік келеді. Жаңа утюжок алғым келіп жүр. Утюжок вообще атан заманда утюжок десек. Вот. Короче, носкимді ауыстырамын қазір. Biz Tom Ford'sınız. Tom Ford. Дәрігізі. Короче, не тағам мен. Нантаға салайын жиі орымда. Сосын, вот. Вот, короче, мен шығып жатырмын. Бүгін мен осындай кроссовки киемін. Негізінде Лора киіп жүргенмін. Короче, не алады. Бізде сағат кетті. 5 кетті. Мені есепсіз емес. Бажа зватырмын. Снова вақты. Бүгін қасымасын етіп не алдың ба? Оны селен. Жоқ. Келмейді. Алгебра. Біз мында естіп жатыр. Қой. Арай? Алтын қарамасын, Еші басын қойын жүрмейді. Боласың. Бас боласың. Маған қойына Ана бар ғой? Короче, біз Қоңырауда жүрміз. Бізді Мексикаға кіргізіп жатыр. Терезеден зат беріп жатқанын түсіре алмайсың. Ұмытып кеттім ғой. Мен қарағанда мен андай шоколад жеп жатырмын, бабақ. Ал кофтесі жеп жатыр. Қатқаған білә. Ағама бүгін қан. Қазір бізде қалың қастың сабақ болады бізде. Бізде Қоңырау болды. Қазір физика сабағы болып жатыр. То есть ерігіп отырмыз негізі. Біздің мектепте 5 күндік болады. Кәні бір сыйлайды ба? Сынған ғой. Не терейші. Может, не терейші. Пикник. Әдем бақ. Әдем бар. Көз қайтылады. Айфон керек болсаған. Әдеме. Мектептен келдім. Челкамды бүйтіп тастағам. Короче. Мен сумкам. Жаңа мындай бір шоколад алғам ғой. Ой. Шоколад алғам ғой. Еріп кетті прям. Ё-моё. Морозилке салып қоямын. Солай. Мектепте бір озеро, то есть екініңдай озеро алғанмын, екеу қазір мектепте біреуін жегем жаңа, и қазір наны қазір жеп жатырмын.
Сосын біз 7 майға не істейтінімізді ойластырып жатырмыз. Если что, ол кезде де влог түсіріп қалуым мүмкін 7 майға. Сол қазір сағат 20-дан 56 кетті. Ал мен жаңағы бері мен телефоным заряд өшіп қалып, зарядкада тұрған болатын. Сөйтіп мен қазір кітапты оқып жатырмын. Түйсік мен ола деген. Уже негізі бітіруім керек, давно бастаған ғой. Әлі бітпеген. Сосын бізде оқитын кітап осы ғана. Ал анау сабақтардан мен болмағанмын. Сұрасам, маған, айтпады. Сосын жерде заттарым менің. Мен, ертеңгі кетін киімді түктеп отырмын. Бізде сағат 12-ден асып кетті түнгі. И вот, бүгін ерте жатам деп ойлағам. Бірақ болмады. Дайынмын, енді мектепке барайын деп жатырмын. И менде кешегідей шаш үлгісі. Еще мен қатты боянған жоқпын. Ерімді қатты бүлдірткен жоқпын. И үстімде осыны кидім. Нау кофтаны. Мен біраз болды кимегелі, сол үшін киейін дедім. Вот так вот. Лакобзаде астына Лора кетін болғам. Мен қазір мектептен келдім. И жатырмын. Прям дала ыстық. И вот шашымды өріп алғам ғой. Су. Қасым четко шықты десең. Келдім мен мектепте бірақ ештеңе түсірген жоқпын. Өйткені бізде обычный күн болды. Су. Айтпақшы, бүгін мен стрелкам өте жіңішке және өте қысқа. Сосын тушымды вообще бояған жоқпын. Вот. Ерімді де бүгін өте қатты бояған жоқпын. Просто так тинт и айналасын ғана карандашпен бояп. Вот. Мен қазір шашым жуып жатырмын. И вот. Мен шашымды жуып алдым. И бетімді жуып тастадым. И вот біздің влог осымен аяқталады. Барынша қызықты етіп түсіруге тырыстым. Менде кішкене социофобия бар да. Көпшілік жерде былай сөйлеп түсіре алмаймын да. Дәл өстіп. Мысалы мектепте мен дәл өстіп сөйлеп отырып түсіре алмаймын. Маған ешкім ештеңе демейді, бірақ маған непривычно бар ғой. И солай өзім бүйтіп үйренбегендіктен мен сәл бүйтіп түсіріп жүрмін. Сол сіздерге осы влог ұнаған болса, маған тіркеліп кетіңіздер, маған комментарий жаза кетіңіздер, және де арнамдағы видеоларды да көрсеңіздер болады. Менде әртүрлі видеолар бар, влогтар да бар, анпакинг бар, және де сіздер жеке күнделік толтыратын болсаңыздар, личный дневник, ол да бар, және де get ready with me'лар да бар, shorts бөлімінде. Және де менде кішігірім ғана кукинг болып тұрады. Анда сонда бір сол. Бірақ маған өзіме влог түсірген өте қатты ұнайды, және де анпакинг түсірген. Айтпақшы, жақында менде влог та анпакинг та болады. Сол себептен де менде еще осы май айында көптеген жақсы нелер келіп жатыр да. Идеялар келіп жатыр маған. Например, 7 майға влог түсірсем ба деп жатырмын. Бізде күшті бір план бар, сыныптағылармен отырыс жасаймыз деп. Және де 25 майда соңғы қоңырауда влог түсіргім келіп тұр.
бір күшті бір форма заказ бердім Пиндодадан. Енді короче сол заттардан әртүрлі нелер әр нәрсе заказ бердім бар ғой. Еще соларды анпакинг деймен, андай пробка андай қолданып көретін боламын. Еще мен андай бет тазалайтын бірдеңе алдым. Еще андай шашты артық шаштарды алып тастайтын алдым. Еще шаш бюролайтын алдым. Короче, ерекше заттар алдым. Сол ішінде өте қызық анпакинг болады. Оны сіздер көру үшін маған тіркеліңіздер десең. Всем пока!